Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге IB подкаст және де мен Әсел. Бүгін біздің студиямызға кітап, яғни таным кітап клубының лидері Ықылас Манарбек келіп отыр. Ықылас, қош келдің студиямызға. Қош болдық, көп рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы енді осы таным клубы туралы қысқаша айтып кетсең, бұл клубты құруда не түрткі болды? Әуелі бастамас бұрын бізде лидер деген ұғым жоқ. Біздің клубтың бір ерекшелігі сондай. Неге олай болды десек, Морган Скоттбек дейтін америкалық ғалым бар. Сол кісінің The Different Drum дейтін бір еңбегі бар. Сол жерде егер шынайы ұжым құрғыларыңыз келсе, онда арнайы бір шарттар бар деп келтіреді. Әсіресе соның ішінде ұжымда лидерлар емес, лидерлар тобы болу керек деп түсіндіреді. Ол дегеніміз, яғни тек жауапкершіліктің бәрін бір-екі адамға іліп қоймай, ұжым болып түгелдей жауапкершілікті бөлісіп алу дегендей. Енді бүгін менің қолым бос болып, мен келіп қалып отырмын. Енді оқырмандар клубының құрылуына келетін болсақ, жалпы осыдан бір жыл бұрын, жоқ, 25-ның басында ғой деймін. Ол кезде мен болмаған. Диляра Бекмұхамедқызы дейтін студент бар, біздің университеттің түлегі. Сол кісінің сұранысымен, ықпалыменен және қолдау білдірген біздің университеттің проректоры, имидж және маркетинг бөлімі бойынша Азамат Азатұлының қолдауы осы таным клубы құрылған болатын. Ал енді қалай құрылды дейтін болсақ, әуелі бірінші себеп, менің өз ойым, жастар арасындағы кітапқа дейтін қызығушылықтың артуы. Ол бір. Екіншіден, енді сол оқыған кітапты бірлесе талдау, сол талдайтын ортаны іздеуге деген бір сұраныстан осындай оқырман клубы құрылды. Бұл енді тек біздің ғана универде емес, Қазақстанның көптеген қалаларында, осы өзіміздің жергілікті Шәкәрім университетінде де, басқа да университет колледждерде осылай бір жақсы бір тренд қалыптасып жатыр қазір. Тамаша. Жалпы енді осы сіздер кітап таңдауда қалай таңдайсыздар? Дауыс беру арқылы ма, әлде өздеріңізде бір белгілі жоспар бойынша жүресіздер ме? Бізде осы жылдың басында, оқу жылының алдында бір жиналып аламыз бәріміз, бір шай ішіп отырып, сол жерде ақылға саламыз, қандай кітапты талдасақ болады осы жылға деп, әуелі жарты жылдық бір жоспар жасап аламыз. Бізде өзі қысқасы айтып өтсем, бір айда 4 кездесу болып отырады. Оның біреуі тұлғамен кездесу. Міндетті түрде осы университетімізге қатысты бір тұлғамен, не болмаса қаламызда жүрген кітап жайлы айтары бар, бөлісері бар кісіні шақырып, сол кісімен әңгіме өрбітіп, лекциясын болса лекциясын тыңдап қаламыз. Одан кейін екінші аптада кино талдау, одан кейін бір кішігірім тақырыпшаларды талдау, және төртіншісі айлық кітап деген бар. Яғни бір айдағы үлкен кәдімгі 200 беттік шамамен, 200 беттік бір кітап талдаймыз. Яғни бізде тек қана бір-екі адамның ықпалымен емес, барлығымыз ақылдаса отырып, сол қандай кітаптар талдайтынымызды таңдаймыз, тізім жасап қоямыз. Ал одан кейін кейбір кезде болып қалады, мысалға жаңағыдай жоспарлар өзгеріп, бір тұлғалар келмей қалуы мүмкін, не болмаса басқа жағдай деген сияқты. Сол кезде сол аптаға актуалды болып жатқан мәселені деген сияқты бір тақырыпты қоюымыз. Мысалға осыдан бір ай бұрын, осы айдың басында ұстаздар күні болды. Сол кезде негізі бізде басқа жоспар болған, бірақ аяқ асты біз бейімделуге мәжбүр болдық тағыны. Мінсіз мұғалім деген Григорий Петровтың кітабын сол кезде талдауға қойдық. Осындай жағдайлар болып тұрады. Тамаша. Жалпы енді осы талқылау барысы сіздерде қалай өтеді? Соның барысын айтып кетсеңіз. Жалпы талдауға келсек, ең алдымен талданған кітабымыз бар ғой. Мәселен, біз бүгін қазір осыдан шығып мен талдауға барам. Сүйекші әңгімені талдаймыз, естіген шығарсыздар, Дулат Исабековтың. Бізде танымдағы бір оқырман адам сол талдауға жауапты болып алады. Алдымен сайлаймыз, бір апта бұрын, 2 апта бұрын, маңызды емес. Ол кісі сол кітапты жақсылап оқып шығады. Сосын ол кітап бойынша кейіпкерлердің болмысы бойынша, оқиғаның мәні бойынша, оқиғаның өрбуі, біз одан қандай мән суырып ала аламыз, не түйе аламыз, қандай мораль алып шыға аламыз. Сол бойынша ол кісі дайындалып келеді де, презентация немесе жазба түрде сұрақтар қояды. Қалғанымыз сол сұрақтарға жауап беріп, ойымызды өрбітіп отырамыз. Және ең бір маңызды айтатын нәрсе, біз енді таным деп клубты қойдық атын. Енді менің ойымда біз бұл таным бізде қазақ таным деп алсақ болады.
яғни біз кез келген талдаудың соңын немесе ортасында тақырыпқа сай келтіріп өзіміздің қазақы танымдағы қиссалармен байланыстырып отырамыз. Бізде өзі қиссашы балалар бар клубта, сол балалар әдемі бір қиссамен тақырыпты байланыстырып бізге барынша түсінуге, мәнді алып шығуға, кейіпкерлерді талдауға, олардың болмысын ашуға бір үлкен көмегін береді. Жалпы талдауымыз солай. Ал енді біз осы биыл 2-ші маусым басталып отыр. Былтырғыдан қарағанда студенттер расымен де талдауға кішкене үйренісіп қалды барлығы. Сондықтан бізде көбінесе барынша мәндірек, яғни мәнді суырып алуға тырысатын талдауларға ұмтыламыз. Ол енді экзистенциялық бағыт деп аталады, яғни таза философия, экзистенцияға қарай өзіміз енді жарытып қатырып білмейміз, сөздің шыны керек, бірақ соған ұмтылып кітапты барынша түсінуге, былай айтқанда мән алуға бір ұмтыламыз. Сондай. Тамаша, бағана айтып кеттіңіз өзіңіз, белгілі бір дәстүрлеріңіз бар, яғни осы таным клубында қандай да дәстүр тағы да бар, яғни кітаптермен алмасасыздар ма, әлде сыйлайсыздар ма деген секілді өздеріңіздің дәстүрлеріңіз бар ма? Біз енді әрбір орта болғаннан кейін әр ортаның өзіндік бір дәстүрлері бар. Бізде мәселен былтырғы жылы кітап алмастық бір-бірімізбен. Бір күнге тайный сан ойыны бар ғой, сол сияқты келтіріп, бірақ ешкім білмейді кімге кім екені, сөйтіп бір-біріне кітаптарын сыйлаған болатын. Ол енді бір дәстүр. Одан кейін театрға барамыз, музейге барып тұрамыз, бір мәдени жаңғырып тұрайық деп. Одан кейін шай ішіп тұрамыз жиналып. Шай ішкен кезде арқа-жарқа әңгімелесіп, солай болып тұрады. Сосын арамызда әнші достарымыз бар. Ол кісілердің әнін тыңдаймыз. Біз енді қазақы таным деп айтып отырық қой. Сол үшін барынша Шәмшінің әндері, өзіміздің классикалық әндер, соны әдемілеп, улап-шулап, шырқап, сонымен керемет көңіл күйде отырыстар болады. Біздің дәстүрлеріміз сондай. Тамаша, өте қызық. Жалпы енді студенттерге қандай жанрлар ұнайды? Көбінесе қандай жанрларды тыңдайсыздар? Оқисыздар, таңдайсыздар? Жалпы студенттерге негізі қазақ әдебиеті, оның ішінде классика әдебиет, солған сұраныс өте басым. Біз оны неден ақ көре аламыз? Өткенде біздің университетке арнайы кітап сататын кісілер келіп, баспадан келіп кітап сатқан болатын. Сол кезде көптеген студенттер қазақ әдебиетіндегі кітаптарды көптеп сатып алды. Былай айтқанда, өздері стипендиясын жеткізе алмай жүрген немесе платныйда оқып жүрген студенттердің өзі кәдімгідей былай 3-4 кітаптан алып жатты. Бұл енді қазақ әдебиетіне дейтін қызығушылықтың барының анық айғағы десек болады. Сонымен қатар бұл енді меніңше қазақ әдебиеті бұл оқырманның бастапқы бір қалыпқа түсіп алғанша оқып шығу керек. Өзінің тарихын, тарихи тізбекке жалғану үшін, тарихи фонын ұғыну үшін қазақ әдебиетін оқу керек. Ал енді одан бөлек тек қазақ әдебиетімен шектеліп қалуға тағы келмейді ғой. Non-fiction бағыты бар деген сияқты, көркем әдебиеттен басқа. Non-fiction бағытында да қызығушылық өте жақсы келе жатыр. Оған дәлел осы Non-fiction бағытының ең үздік кітабы 2024 жылы Өзбекәлі және Қаныш және ғылыми майдан кітабы иеленген болатын. Ал біздің клубта сол Қаныш атамыз жайлы, Өзбекәлі атамыз жайлы кітаптарға қызығушылық өте жақсы десек болады. Тамаша. Жалпы енді қатысушыларыңызға әлем әдебиеті, яғни Нобель сыйлығын алған авторлардың кітаптарына қызыға ма, соларды оқисыздар ма? Жалпы өздеріңіздің жоспарларыңызда сондай бір кітаптарды қосасыздар ма? Енді сөздің ашығына келетін болсақ, осы таяуда бір апта бұрын Ласло Краснохойкар, Мажарстаннан жазушы, өзінің Нобель сыйлығын алған болатын. Бізде қазақта, яғни көптеген қазақтар қазақ оқырмандар деп алайық. Көбісі жоғарыда элитада жүрген немесе жазушылардың кәдімгі интеллигенцияның арасында жүрген кісілер болмаса, көпшілігі ол кісіні білмегенде, танымағанда. Тек сол алды деген күннен бастап қана қараса, кәдімгі бұрыннан келе жатқан танымал жазушы болып шыға келді. Ал енді сұраққа көшетін болсақ, көптеген оқырмандардың өзі бізде Нобель сыйлығын білмей жатады,
яғни авторларды білмей жатады. Бұл енді меніңше оқырмандардың еш кінәсі емес. Себебі бұл бойынша үлкен жұмыстар жүргізілу қажет. Және мысалға әлемнің басқа елдеріне қарайтын болсақ, Франция, Жапония, осы Шапағат Әбдер деген жазушы кісі бар. Сол кісі Фейсбукке мақала жазды, біз неге кешігеміз деген. Сол жерде айтады, мысалға әлем жұртшылығы бір Нобель сыйлығы немесе басқа да сыйлықтарды алып жатқан авторлардың кітаптарын олар сол сыйлықты алғанға дейін біліп отырады. Ал біздің қазақ жұртшылығы тек алғаннан кейін ғана біледі. Біз неге кешігеміз? Біз неге кешігуіміз керек? Ал енді бұл аударма жұмыстарының бір жүйесіздігінен және арнайы жүйелі түрде жас оқырмандарға, үлкен оқырмандарға әлем әдебиетінің кітаптарының белгілі болуы керек дәрежеде таныстырылмауынан деп қарасақ болады. Ал енді жастар әрине әлем әдебиетіне қызығады, ол сөз жоқ. Бірақ та сол бір болмай тұрғаны, жастардың барлығы біздің клубтағы әсіресе 100 жыл алдыңғы, 50 жыл алдыңғы, осы 2000 жылдарға дейінгі авторларды біразын талдадық. Мәселен, Франц Кафканы талдадық. Франц Кафканың өзі Нобель сыйлығын алған болатын, бірақ біраз уақыт бұрын. Енді одан бөлек тағы да Джек Лондонды талдадық. Таяуда осы Мартин Иденді талдаған болатынбыз. Сол сияқты әлем әдебиетіне қызығушылық бар, сөзсіз. Бірақ та сол жақын арадағы 10 жыл, 20 жыл алдыңғы заманауи әлем әдебиеті өкінішке орай жастарға бір ұғынықсыз болып тұр. Сол үшін мен барша шет тілдерінде оқитын, аудармашылықта оқитын жас достарыма, студенттеріме, қатарлас замандастарыма айтар едім, осы бағытқа қарай бет бұрсақ, яғни шетел әдебиеттерін қазақ тіліне қарай аударатын болсақ, бір осыған кірсек деген бір ойым бар. Жалпы енді осы соңғы уақытта қандай кітап сіздердің орталарыңызда сондай бір жақсы пікір талас болды, бір соны бөлісе аласыздар ма? Бір апта бұрын біз сол жаңа айтқан Джек Лондонның Мартин Иден кітабын талдаған болатынбыз. Бұл енді әлем мойындаған өте бір керемет туынды. Себебі бұл жерде объективті мән, субъективті мән, қызға жігітке, яғни бір адамға деген махаббатты мән ретінде қабылдай аламыз ба? Болмыстың шашырауы, одан кейін адамның бөлшектенуі сынды сан түрлі терең сұрақтар осы шығармада айтылған болатын. Енді жастар болғаннан кейін әрине махаббат тақырыбы қашанда өзекті. Сондықтан бұл тақырып бізде бір керемет талқыға түскен болатын. Тамаша. Жалпы осы сіздердің клубтарыңызда басқа университеттермен яғни қарым-қатынас жүргізіле ме? Қосылып деген секілді іс-шаралар ұйымдастырыла ма? Клубтар дейсіз ғой? Клубтар мысалы. Әлде жоқ па? Бізде жалпы білеміз, Шәкәрім университетінде оқырман клубы бар. Ол жігіттер мен қыздар өте жақсы жұмыс жүргізіп жатыр. Және алдағы уақытта бірлесе бір іс-шаралар өткізсек деген бір ниет бар енді. Ал Абай кітапханасының ішінде құрылған, Абай кітапханасы жанында құрылған Асық оқырман клубы бар. Асық әдеби мәдени, білетін шығарсыздар. Сондағы оқырмандар енді бізге бәрібір біздің жастарға аға буын болып келеді. Сол кісілер арасында оқырмандар келіп, талдауларымызға қатысып, өздерінің ойларын білдіріп, талдаудың көркін одан әрмен қыздырып отырады. Рахмет. Енді алдағы уақытта, яғни осы кітап жайлы марафон ұйымдастыру ойларыңызда бар ма? Жалпы бізде таным клубындағы оқырмандардың өзінің кітап оқу дағдысы қалыптасқандықтан біз марафонды биыл ұйымдастырмадық. Себебі былтыр марафон ұйымдастырған болатынбыз таным клубының ішінде. Яғни оқушылар, оқырмандар бүгін осынша бет оқыдым деген бір есеп береді. Және жеңімпаз болған оқырмандарға сый сияпатымен сыйлықтар берген болатынбыз. Бұл олардың кітапқа дейтін бір дағдын қалыптастырғанға үлкен көмек берді деп санаймын. Енді алдағы уақытта біз ұйымдастыруымызға болатын шығар бәлкім. Танымынан бөлек университеттің студенттеріне. Және айта кететін нәрсе, бұл енді марафон, ал енді үлкен сайыс ұйымдастырсақ деп тұрмыз. Қараша айының 21 күні осы Әлихан Бөкейхан университетінің ішінде қалалық өзбек әлі және мәдениет, яғни мәдени майдан кітабы бойынша кітап оқу сайысы өтетін болады.
Бұл енді үлкен сайыс болады. Арнайы жүлде қоры бар. Ауқымды түрде 50-60 қатысушы қатысатын сондай үлкен сайыс болмақшы. Тамаша. Жалпы енді қазіргі таңда өз кітабын таба алмай жүрген студенттерге, оқырмандарға қандай кеңес берер едіңіз? Біріншіден, адам өз кітабын табу үшін үнемі ізденісте болу керек. Біріншіден, ол үшін ізденіс дағдысы керек. Ал ізденіс дағдысы тоқтамай тұрақты түрде оқумен келеді. Бір сөз бар еді ғой, өз кітабыңды табу үшін 1000 кітап оқы деген. 1000 кітап, 1000-шысы сенің кітабың болар деген сияқты. Яғни бұл формалды түрде 1000 емес, бірақ көп оқудан кейін, көп ізденуден кейін әр адам өз кітабын таба алады деген ойдамын. Рахмет. Жалпы осылайынан өз уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге рахмет. Сіздермен бірге болған мен Әзел, және де сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.